Қайырлы күн, құрметті өнерсүйер қауым. Бүгін мінекей Шаңырақ ұлттық өнер орталығы кезекті сұхбатын жалғастырады. Бүгін бізде құрметті қонағымыз болып келіп отырған айтыс ақындары мен терме жыршылардың одағы, халықаралық одағының атқарушы директоры, айтыскер ақын Шұғайып Сезімханұлы. Бүгін бізде қонақта. Шұғайып бауырым, қош келдің. Қош көрдік. Уақыт бөліп, бүгін арнайы біздің осы Шаңырақ орталығына келгеніңізге рахмет айтамыз. Жалпы енді бірден әдемі сұрақтардан бастай кетсек, айтысқа жалпы неше жасыңыздан бастап қатыстыңыз? Ең алғашқы айтыс қай қалада болды? Өзі соны бір еске алайықшы. Бұл өзі мектепте жүрген уақытында қатыстым мен. Туған жерім Моңғолия ғой. Сол Моңғолияда жүргенде Сезімхан Жарытханұлы деген әкем ол жақта белгілі айтыскер ақын болды. Қазір де бар ғой енді, бірақ айтыспайды. Сол кісінің 60 жасқа толуына орай өзіміз тұратын жерде аймақтық ақындар айтысы өтіп, мен сол кезде 8-ші кәсібім ба, 9-ші кәсібім ба соған қатыстым. Бұл ең алғашқы айтысым. Ең алғашқы. Жақсы. Енді жаңа өзіңіздің өлкеңізді айтып жатсыз, жалпы халыққа бір әдемілеп таныстырып өтсеңіз, кеңінен туған өлке, өскен орта. Бұл енді Моңғолияның Баян-Өлгей деген аймағы бар. Ол жерде өз біршама қазақтар тұрады. Қазақтықтың кешегі ұлттық құндылықтары сақталған, дініне, тіліне берік біраз сол жерде рухты қазақтар тұрады. Моңғолияның жері демесеңіз, жер суының атының бәрі қазақша, қазақ мектептер, көргеніміздің бәрі осы домбырамыз тартып, мешітте намазымызды оқып өстік. Қоғалы көлдер, қомсулар, Көкшетаудың табиғатына ұқсайды. Сондай бір жақсы жер болды. Сол Баян-Өлгей деген аймақта өмірге келдім. Тамаша. Енді жаңа әдем айтып қалдыңыз, өзіңіздің әкеңіздің мерейтойында әдем айтыс болды, ұйымдастырып, сол кездерден басталды дедіңіз ғой. Енді бұл жерде демек сіздің әкеңіз айтысқа қатысы бар, ақындық қасиеті болса, ұстазыңыз да сол кісі болу керек деп ойлаймын. Сол кісі болды, иә. Ақындық қасиет енді жалпы сол әкеңізден дарыған шығар. Қаннан келеді дейді ғой, енді анадан, әкеден келеді дейді. Өзіміз сол кісіден келген шығар деп ойлаймын. Мына нағашыларымызда да бар енді. Бір кереметтей бір үлкен айтыстарға түспесе де, бірақ отырған жерде, отырыста бір сәнін кіргізіп, 2 ауыз 3 ауыз суырып салып айтып қалатын қабілеттер бар ол кісілерде де. Бірақ енді өзімнің әкем таза осы айтыстың ортасында қайнап жүрген адам. Мынау 90-шы жылдардың ортасында атақты Ерік Асқаров аға Моңғолияға барып, сол кезде осы менің әкем екеуі бір тамаша айтыс жасаған екен. Кереметтей айтыстың үлгісін көрсеткен. Кейін енді ол кезде видео болмады, не болмады, кейін жазылмай сақталмай қалды ғой. Жақсы, тамаша. Жалпы отбасыңызда өзіңіз балалардың ішінде сіз ғана ақынсыз ба, әлде өнерге жақындар бар ма? Мен кішкентай кезімізде отбасымызда жүрген кезде солардың ішіндегі осы ең ақындығы Нәшәрмен болатын. Саясат деген ағам болды. Ой, ол кісі де кәдімгі отыраға алып бұрқыратып өлеңін суырып салатын. Аманбек деген ағам бар. Ол кісі де одан менен үлкен Парасат деген ағам бар. Ол да кәдімгі отырған жерді бұрқыратып салатын. Бірақ ол кісілер басқа бағытқа кетіп қалды, әрқайсысы. Мен осы өзім журналистиканы оқыдым, одан кейін жаңағы әдебиетке кішкене жақындап жүрдім, араласқан ортамда сол кілең әдебиеттің төңірегіндегі адамдар болды да, сөйтіп мен жаңағы осылай үлкен айтыстарға шығып кеттім да, ол кісілер айтысты қойып кетті. Біз жалпы бір отбасында 11 ағайындымыз. 7 ұлмыз, 4 қызбыз. Мен соның 9-шы баламын. Менен кейін 2 бауырым бар. Тамаша. Енді сол 11 ағайынның ішінен сізге бағыңыз жанып тұрған былай, осы елге танылуға, сондай болып үлкен ортада жүруге. Жалпы енді қазіргі таңда сол ағайындарыңыз, ата-аналарыңыз жөнінде бір айтып өтсеңіз, сол ел жақта ма, әлде қазіргі таңда қай өңірде халыққа бір әдемілеп жеткізсеңіз? Біз жаңағы мынау ағаларым 2004-2005 жылдан бастап осы атамекенге көшіп келе бастады. Ең үлкен әпекем бар, Өрнек деген. Ол кісі 90-шы жылдардың соңына қарай осы Қостанайға келді. Осы жаққа келіп, осы жақта оқып, осы жаққа тұрмысқа шықты. Одан кейін ағаларымда да 2004-2005-терде осы Қостанайды таңдап, енді Қазақстан байтақ жер ғой, соның ішінде ерекше осы Қостанай ұнады деп осында көшіп келді. Сөйтіп 2017 жылға дейін әке-шешем Моңғолияда тұрды. Содан пенсияға шығып, сол жақта бәрімізді үйлендіріп, аяқтандырғаннан кейін осы атамекенге бәріңнің бастарыңды қосайық, осыған көшейік деп 2017 жыл көшіп келді.
қазір Қостанайда тұрады. Мынау Московский ауыл деп қоямыз, Москва ауыл деп қоямыз қазақша. Сол жерде тұрады. Өзім Алматыда тұрамын. Өзің Алматыда қызмет бар. Алматыда жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, айтыс ақындар мен жыршы термешілердің халықаралық одағының атқарушы директорымыз, сонда Жүрсін ағамыз басқарма төрағасы. Осындай айтыстар өткіземіз, жыршы термешілер байқауын ұйымдастырамыз. Жалпы осы айтыстың төңірегінде ғой жұмыс. Жақсы, енді кешегі біздің Қостанай облысында айтыс болды, өзіңіз басқасында болдыңыз. Бір емес, екі тақырып, екеуі де үлкен маңызды тақырып, тәуелсіздігімізге, ұлт ұстазы ыбырай бабамызға арналған. Жалпы тақырыпты ақындар аша алды ма? Өзіңіз де айтыстыңыз, өзіңіздің ойыңыздан шықты ма? Өзіңіз дайындалып келдіңіз. Жалпы қандай деңгейде өтті? Бұл енді екеуі де өзіңіз айтқандай ұлы тақырып қой. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы, кешегі бабалардың қанымен, көз жасымен, маңдай терімен, аттан түспеген, тақымы кеппей отырып осы қорғап бізге жеткізген азаттық, тәуелсіздік бірінші тақырып. Екінші ұлтымыздың ұлы ұстазы, қазақ білімінің атасы десек болады, Ыбырай Алтынсарин атамыздың 180 жылдығы. Бұл енді ақындар өз деңгейінде ашты. Біраз оқыды. Мен өз басымда мысалы осы айтысқа келерден бұрын Ыбырай Алтынсарин атамыз туралы небір деректерді қарап, архивтерді қарап, небір кітаптар оқып, сол кісіні бұрында білеміз ғой. Бірақ осы айтыстың бір артықшылығы мына жүлдеден де бөлек Ыбырай атамызды тереңірек тануға, тереңірек түсінуге үлкен мүмкіндіктер туды. Сондықтан ақындар өз деңгейінде аша алды деп ойлаймын. Жақсы деңгейде дайындалып келген дейсің ғой. Қазіргі таңда өзі айтыста әділдік бар ма? Осы жағын кейбір халық, енді әркім әртүрлі пікір айтады ғой. Анау бір бар дегенге бар, жоқ дегенге жоқ деген бір ән бар ғой. Сол айтқандай бұл айтыста да сондай, әділдік бар дегенге бар, жоқ дегенге жоқ. Әркім әрқылай. Сенген ақын, мен мысалы бас жүлде алған өзім осы айтыс өте әділ болды деп отырмын. Жүлде алмай кеткен бір ақындар айтып жатыр, ойбай бұл айтыс әділ болмады деп жатыр. Енді бұл сондай ғой, бәйгеге жаңағы 100 ат қатысса, біреу бірінші орын келеді, біреу соңғы орын келеді дегендей. Сондықтан өз деңгейінде әділдік бар деп ойлаймын. Бұл енді бар деп айтатын себебім, көрермен көріп отыр ғой. Бәрінде көз бар, құлақ бар, естіп отыр. Әділ болмаса, қазылар төмен бал қойса, халық өзі-ақ шуылдайды. Өзі-ақ шуылдап, соның балын дұрыстап бергізеді. Бергізбеген күннің өзінде қазір ашық болды ғой, бәрі әлеуметтік желіге жазады, залда шулайды, айқайлайды, пай-пайлайды дегендей. Ол енді әрине халық қай кезде де бір өз алдына ерекше қазы олар. Жақсы, тамаша. Қостанай жұртына, жалпы осы айтысты ұйымдастырған үлкен ел ағаларына өзіңіздің бір ауыз сөзіңізді, тілегіңізді білдіруге болады осы орайда. Енді бұл айтыстан бөлек жалпы біз әулетімізбенен, Сезімхан әулеті Қостанайдың қасиетті Тобыл Торғай топырағына қарыздармыз. Осында келіп өсіп жатырмыз, өніп жатырмыз, келдік. Ешкім өзегімізден тепкен жоқ, құшағын аша қарсы алды. Осында жаңағы небір жақсылықтар болды, той-томалақтар болды. Қуанышымыз қуанышқа жалғасты. Сондықтан кешегі Ыбырай Алтынсарин, Шоқан атамызды түлеткен, алаш зиялыларын түлеткен бұл топыраққа басымыз дейіп алғыс айтамыз. Одан бөлік мынау өзім айтыстың жаңағы атқарушы директормын деп айттым ғой. Бұның бір көрінбейтін азап жұмыстары бар. Бұл ақындарды қарсы алу, ол әр ақын өзі шабыттың жетегінде жүреді. Соны сахнаның сыртында ұстап тұрудың өзі оңай емес. Оны жаңағы оятып алып келу, сахнаға шығару, оның шай тамағы бар, оны күтіп алу, шығарып салу деген бір азап жұмыстары бар. Сол жұмыстардың бәрін өз деңгейінде атқарып жүрген мынау осы жердегі мәдениет басқармасында жұмыс істейтін барлық қызметкерлерге, оның ішінде өзіңізде де жүрсіз, табаныңыздан тозып, алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Рахмет, өз деңгейінде айтыс жақсы өтті. Аман болыңыздар. Жақсы, рахмет. Енді кешегі тамаша тәуелсіздік елімнің тұмарысың айтысында өзіңізге Алланың қалауымен жүлде бұйырып, автокөлікті мініп жатсыз. Біз өте қуаныштымыз. Жүрсін ағаның бір сөзінен байқадық. Ең алғашқы айтысқа қатысқалы көлік деп жатыр. Ол да бір үлкен елдің алдында, ата-ананың алдында, мен ойлаймын, абырой деп, сондықтан құттықтаймыз. Рахмет. Жүлдеңіз көп болсын. Бұл жаңағы Жүрсін аға айтып жатыр ғой, алғашқы көлігі деп. Әке-шешем жаңағы Қостанайда тұрады дедім, ол көлікте де Қостанайда қалып жатыр. Сол әкемге байлап, қанжығасына байлап, осында тастап кетіп жатырмын. Қасиетті Қостанай топырағында айдап жүрсін деп.
Жақсы, тамаша. Бұл да бір ата анаға деген құрмет. Сондықтан рахмет. Алла разы болсын. Үлкен биіктен өзіңізді жақсы айтыстан жоғарыдан көре берейік деп тілек білдіреміз. Рахмет.